Қазақстан тәуелсіз алғалы бері ең алғашқы мал шаруашылығында шыққан порода біздің етті меринос. Бұл порода жергілікті қазақ биа жүнді породасынан Германиядан кейін Deutsche Merino Fleischhof қошқарлар салынғаннан кейін шығарылған порода болып саналады. Бұл породаның ерекшелігі неде? Бұл порода ет жағынан, жүн жағынан да екі өнімнен де пайда береді. Мына шоқтық жағы және бел жағы өте кең болып келеді. Біздің жергілікті малдардың шоқтығы үшкір болса, бұлардікі жалпақ болып келеді. Мына арасына алақанды қойсаң, міне екі алақан сияды. Сосын бұның ерекшелігі мына сан еті, мына қарасаңыздар, артынан қарасаңыздар, мына сандар толық келген, міне ішінен сан еттері бар. Сосын мына жағы домаланып келгенде, мына кеудесі домалақ болып келеді. Жерсініп кетуі, одан шын мәнісінде төлінің аман есен былай айтқанда осы жердің нағыз осы төртілік малдың қатарына қосылып көбейіп кетуіне қаншалықты мүмкіндік барына да біз шын мәнісінде бұл өз тәжірибемізде де және осы ғалымдармен бірге осының барлығын зерттеуге көшкен болатынбыз. Ғалымдар әр уақытта келіп осының барлығын көздерімен көріп бізге ақыл кеңестерін қашанда беріп отырды. Біраз жеке шаруашылығы бар. Шағын алдына мал алып қой өсіріп жүрген біршама азаматтардың келіп, осы тұқымның қаншалықты тиімді екенін білгісі келіп, көргісі келіп, осыдан былай айтқанда тұқымын алсақ деп өстіп, жаңа үміттеніп жүрген азаматтар да қазір жоқ емес. Біз осыған шын мәнісінде қуанамыз. Сондықтан да еліміздің экономикасын байытуға бұл малдың әсіресе осы қой шаруашылығын дамытуда бұл қойдың осы бір былай айтқанда беретін пайдасы мол болады деген үлкен сенімдеміз.